Атам мен енем ұялмайды. Қара шаңырақта тұрған жас отбасының қиындығы көпшілік арасында жиі айтылады. Тұрмыстық мәселелерден бөлек қарым-қатынас айналасында болатын проблемалар да көп. Сондай мәселенің бірін алматылық келіншек Аймара тілшіге айтып беріп, ата-енелерге құлақ қағыс жасағысы келетінді жеткізген еді. Үйіміз тым тар да емес, даңғарада 2-3 қабатты да емес, көп қатарлы. Әрбіріміздің өз бөлмеміз бар. Бірақ бірге тұрған соң кішкене жан-жаққа қарап, етек-жеңді жинап та жүру керек шығар деймін ғой. Үлкен балам айтып келгенде үндемей тұра алмадым. Сол үшін енем қазір маған қыр көрсетіп жүр. Деген келіншек ата мен енесінің үйдегі оғаш қылықтарының ұялып жүргенін айтады. Мен үлкен әрі жалғыз келінмін. Ата-енем Алматыға ертеректе қоныс аударған. Жастары әлі 60-қа толмаған. Күйеуінен кейінгі 2 қарындасы тұрмыста. Бірі 5, екіншісі 3 жастағы 2 ұлымыз бар. Жап-жақсы отбасымыз, ешқандай мәселеміз жоқ. Тек мына бір жағдайдан басқа. Адам айтуға да ұялады екен. Бірақ 7 жыл бойы көріп келе жатқан соң шыдамым таусылды. Ата мен енем қашан ақылға келеді? Қашан етек-жеңдерін жинап, үйде келіннің жас баланың бар екенін түсінеді? Былай ғой, жас болған соң шығар, әйтеуір махаббаттары лапылдап тұр. Кейде түндегі дауыстарын естіп ұялып кетеміз. Ондайда күйеуім естімеген бола салады. Бірақ қызарып, түрі бұзылып кеткенде бәрін сеземін. Алғаш келін болып түскенімде бір күні өзім айтып күйеуімді оятып алып, ұялып қалғанмын. Қайдан білейін ондай әдеттері бар екенін. Түн ортасында сыртқа шыққанмын. Ата-енемнің бөлмесінен ыңырсыған бір түрлі дыбыс шықты. Ауырып жатыр екен деп шошып кеттім де есігін қақтым. Енемнің дауысы еді. Оңаша бөлмелері болған соң бірден кіріп бармаймын ғой. Апа, бірдеңе болып қалды ма? Десем үндемейді. Жүгіріп келіп күйеуімді ояттым. Ол маған қарап тұрды да. Ол ауырып жатқан жоқ, деп басын жастыққа көміп жата қалды. Сөйтсем басқа екен ғой. Бетінен отым шыққан-ай. Одан кейін қанша рет естідік ондай дауыстарды. Таңертең шай режанда мен ұялып беттеріне қарай алмай отыратын едім. Қазір оған да етім үйренді. Ол ма? Екеуі кейде бір-біріне қырындап, тиісіп, түртіп кете салатын көргенде жерге кіре жаздаймын ұялғанымнан. Осы үйде екеуі ғана оңаша жүрген, балайын өткізіп жатқан жастар сияқты ұстайды өздерін. Теледидар көріп отырып сүйсе сала ма? Атам кеп енемнің арқасынан құшақтай сала ма? Әйтеуір бітпейтін махаббат. Менің ойымша бәлкім қате шығар. Ата-ене деген келін түсірген соң, баласы ержеткеннен кейін сәл аяқ тартып, ақылға келмеуші ме еді? Әлде мен тым ескілік көзқарастағы адаммын ба? Жақында үлкен ұлым да көргенін айтып келгенде, тіпті жиркеніп кеттім бе, сондай бірдеңе сезімді бастан кештім. Баласы атасы мен апасын жақсы көреді. Солардың қасына жатамын деп жылайды. Оларды аса қаламайтынын білемін. Бірақ сонда да немересі қиғылық салып орталарына жатып алады. Кейде ұйықтап қалған соң әкеп тастайтын. Үйімізде балалар бөлмесі жоқ болған соң қасымызға алып жатамыз, амал жоқ. Сол ұлым таңертең бала бақшаға апарып жатқанымда, мама, түнде атам әжемнің үстіне жатып алды. Олар солай ойнайды күнде, дегенде бетінің оты ду етті. Ондай жағдайға жыныстық қатынас туралы түсіндіре алмайды екенмін. Не жауап берерімді білмедім. Содан кейін балам жыласа да өзіміздің қасымызға алып жататын болдым. Әрі күйеуіме де үлкен қонақ бөлменің бір жағын бөліп, кішігірім болса да балаларым бөлмесін жасауға көндірдім. Атам мен енемнің үйде ашық-шашық киіммен жүре беретінін айтпай-ақ қояйын. Бірақ түндегі әрекеттерінің дыбысын шығармай, келін баланың алдында өздерін әдепті ұстап жүрсе ғой, деп қана тілеймін қазір. Әйтпесе қай уақытта ыңғайсыз жағдайға тап боламын деп қуыстанып жүруден шаршадым. Мың жерден махаббаттары ашылып тұрса да, бұлар тым артық қой, деді Аймара ашуланып.